Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешудің алгоритмімен танысайық. Алдымен бір координаталы жазықтықта әр теңдеудің графигін саламыз. Одан соң теңдеулер графиктерінің қиылысу нүктесінің координатасын табамыз. Әрине, егер түзулер қиылысатын болса. Үшіншіден, жүйенің жауабын айнымалылардың мәндерінің жоба түрінде жазып көрсетеміз. Қазір мысал қарастырайық. Бізге y-3x тең болады 0 және 2x қосылған y тең болады 3 деген теңдеулер жүйесі берілген. Осы жүйені графиктік тәсілмен шешейік. Алдымен біз әр теңдеудің графигін бір координаталық жазықтыққа саламыз. Бірінші, y азайтылған 3x тең болады 0. Y-ті x арқылы өрнектейік, сонда y тең болады 3x, осындай сызықтық функцияны аламыз. Бұл функцияның графигі координаталар бас нүктесі арқылы өтетінін білеміз. Ендеше график салу үшін бізге тағы да бір нүктені табу жеткілікті. X-ке мән беріп y-ті табайық. X 1-ге тең болғанда y 3-ке тең болады. Екінші теңдеу. 2x қосылған y тең болады 3-ке. Y-ті x арқылы өрнектейтін болсақ, минус 2x қосу 3 сызықтық функциясын аламыз. X-ке мән беріп, сәйкесінше y мәндерін табайық. X-ке 0 бергенде y 3-ке тең болады, және x-ке 1 беретін болсақ, y 1-ге тең болатындығын көріп отырмыз. Енді осы екі функцияның графигін бір координаталық жазықтыққа салайық. Алдымен y тең болады 3x функциясының графигін салайық. Бұл функцияның графигі координаталар бас нүктесі арқылы өтеді. Және x 1-ге тең болғанда y 3-ке тең болатын 1-де 3 нүктесі арқылы өтеді. Осы екі нүкте арқылы түзуіміз жүргіземіз. Енді келесі функцияның графигін салайық. Y тең болады минус 2x қосылған 3. Бұл функцияның графигі x 0-ге тең болғанда y 3-ке тең болады. Осы нүкте арқылы өтеді. Және x 1-ге тең болғанда y 1-ге тең болатын нүкте арқылы өтеді. Осы екі нүктені белгіледік. Енді бұл нүктелер арқылы түзу жүргізейік. Түзулерді жүргіздік. Бұл түзулердің қиылысатынын көріп тұрмыз. Олай болса, олардың қиылысу нүктесінің координатасын табамыз. Қиылысу нүктесін d әрпімен белгілесек, ол нүктенің координаталары шамаменен x 0,6-ға тең, ал y 1,8-ге тең екен. Ендеше теңдеулер жүйесінің шешімі x тең болады 0,6, y тең болады 1,8. Біз оны айнымалылардың жұбы ретінде жазып көрсетеміз. Яғни 0,6-да 1,8. Енді келесі тапсырманы орындайық. Бізге тағы да теңдеулер жүйесі берілген. 3y азайтылған x азайту 1 тең болады 0-ге, және y тең болады 3-тен 1x қосылған 3. Теңдеулер жүйесін шешу үшін алдыменен теңдеулердегі y-ті x арқылы өрнектеп аламыз. Бірінші теңдеу. 3y азайтылған x азайту 1 тең болады 0-ге. 3y тең болады x қосылған 1, және y тең болады, теңдіктің оң жағын 3-ке бөлеміз, сонда 3-тен 1 x қосылған 3-тен 1-ге. Функция графигіне тиісті нүктелерді табайық. X-ке 2 беретін болсақ, y 1-ге тең болады. X-қа 5 беретін болсақ, y 2-ге тең болады. Келесі, y тең болады 3-тен 1x қосу 3. Функция графигіне тиісті нүктелерді анықтайық. X-ке 0 бергенде y 3-ке тең болады. X-ке 3 беретін болсақ, y 4-ке тең болады екен. Міне осы екі нүктені таптық. Енді бір координаталық жазықтықта осы функциялардың графиктерін саламыз. Сонымен бірінші функцияның графигін салайық. Бұл графикке тиісті нүктелер x 2-ге тең болғанда y 1-ге тең болады. 2-де 1 нүктесі. Мынау нүкте.
және x 5-ке тең болғанда y 2-ге тең болады. Мынау нүкте. Екі нүктені белгіледік. Енді осы екі нүкте арқылы өтетін түзу жүргізейік. Түзуімізді жүргіздік. Енді келесі функцияның графигін салайық. Бұл функция графигіне тиісті нүктелер x 0-ге тең болғанда y 3-ге тең. Мынау нүкте. Және x 3-ге тең болғанда y 4-ге тең. Нүктелерді белгіледік. Осы екі нүкте арқылы енді түзуіміз жүргізейік. Түзуді жүргіздік. Енді оқушылар назар аударыңыздар. Бұл түзулер өзара параллель болды. Яғни олар қиылыспады. Олардың ортақ нүктелері жоқ. Олай болатын болса, бұл теңдеулер жүйесінің шешімі жоқ дегенді білдіреді. Сонымен түзулер параллель болған кезде теңдеулер жүйесінің шешімі болмайды екен. Енді үшінші тапсырманы орындайық. Y қосылған 2x тең болады 3 және 6x тең болады 9 азайтылған 3y деген теңдеулер жүйесі берілген. Теңдеулер жүйесіндегі y-ті x арқылы өрнектеп график салайық. Бірінші, y қосылған 2x тең болады 3-ке. Осыдан y тең болады минус 2x қосу 3. Графикке тиісті нүктелерді табайық. X-ке 0 бергенде y 3-ке тең болады. Және x-ке 1 беретін болсақ, y 1-ге тең болады екен. Келесі екінші теңдеу 6x тең болады 9 азайтылған 3y. Y-ті x арқылы өрнектейік. 3y тең болады минус 6x қосылған 9. Y тең болады, теңдіктің оң жағын 3-ке бөліп жібереміз. Минус 2x қосылған 9-ды 3-ке бөлсек 3 шығады. Яғни бұл функция бірінші функциямен бірде екендігі көрініп тұр. Ендеше екеуінің графиктері беттеседі. Графикті салайық. Теңдеулер жүйесінің екі теңдеуінде де бір график болады. Графикке тиісті нүктелер бұл x 0-ге тең болғанда y 3-ге тең болады. 0-де 3 нүктесі және x 1-ге тең болғанда y 1-ге тең болады. 1-де 1 нүктесі. Нүктелерді белгіледік. Енді осы нүктелер арқылы түзу жүргізейік. Түзуімізді жүргіздік. Яғни, бізде бірінші теңдеудің де графигі осы түзу, екінші теңдеудің де графигі осы түзу. Олардың графиктері беттесіп жатыр. Бұндай жағдайда біз теңдеулер жүйесінің шексіз көп шешімі бар деп айтамыз. Яғни, осы түзудің бойында кез келген нүктенің координатасы мынау теңдеулер жүйесінің шешімі бола алады екен. Сонымен оқушылар, біз үш жағдайды қарастырдық. Бірінші жағдайда теңдеулер жүйесіндегі теңдеулердің графиктері бір нүктеде қиылысады. Ол кезде теңдеулер жүйесінде бір шешім болады екен. Екінші жағдайда теңдеулер жүйесіндегі теңдеулердің графиктері параллель болады. Ол жағдайда теңдеулер жүйесінің мүлдем шешімі болмайды екен. Үшінші жағдай теңдеулер жүйесіндегі теңдеулердің графиктері беттеседі. Бұл жағдайда теңдеулер жүйесінің шексіз көп шешімі бар. Енді келесі тапсырманы орындайық. 2x қосылған 3y тең болады минус 1 теңдеу графигінің OX осімен қиылысу нүктесінің координатасын табыңыздар. Графиктің OX осімен қиылысу нүктесінің координатасын табу үшін біз y-тің орнына 0-ды қойып x-ті табамыз. Y тең болады 0 болғанда 2x қосылған 3 көбейтілген 0 тең минус 1-ге. 2x тең болады минус 1-ге, бұдан x тең болады минус 2-ден 1-ге. Немесе x тең болады минус 0,5 деп жазуға болады. Сонымен теңдеу графигінің OX осімен қиылысу нүктесінің координатасы минус 0,5-те 0 нүктесі. Келесі тапсырма. 5x азайту y тең 3 теңдеу графигінің OY осімен қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Графиктің OY осімен қиылысу нүктесінің x координатасы 0-ге тең болатындығын білеміз. Олай болса, біз x-тің орнына 0-ды қойып есептейік. Бұдан минус y тең болады 3-ке және y тең болады минус 3-тен шығады екен. Ендеше, функция графигінің OY осімен қиылысу нүктесінің координатасы x 0-ге тең және y минус 3-ке тең болады.
Міне оқушылар, біз бүгін екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешуді үйрендік. Енді осы сабақты тыңдай отырып, үйден мынау тапсырмаларды орындап, сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.